Ал достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Көптен күткен Teleport Pro Max сабағымызды бүгін уже бастаймыз. Қалай ойлайсыздар, сабақты стой форматына берейін бе сіздерге? Или как обычно берейін ба? Мына біздің студиямыз, қазір осы жерде полностью мен сабақтардың бәрін түсіретін боламын. Қарасаңыздар, сіздерге де бір лайфқа қайтам, сабақты ондасынан потом айтам, пока что бүйтіп көріп алсаңыздар болады. Осы жерге сабақ түсіретін боламыз. Енді ойлап тұрмын, полностью сабақтың барлығын мен сторис форматта берсем ба деген бір ниетім бар. Қалай ойлайсыздар, солай істейміз ба? Ал достар, қайырлы күн, қайырлы кеш. Барлықтарыңызға сәлем. Көптен күткен Teleport Pro Max сабағымызды біз бүгін сіздермен бірге бастаймыз. Ендеше Teleport Pro Max сабағы бірінші сабақ, дубль 1. Ал достар, тағы да сәлем деймін барлықтарыңызға. Teleport Pro Max'тың бірінші сабағын бастаймыз. Бізде ең бірінші видеоға түсіру кезіндегі переходтардың түрлерін үйренеміз бірінші сабақта. Одан кейін екінші сабақта біз сіздермен трендтағы переходтар, сол бағанағы айтқан переходтар түрлерін, оның түсіру техникасын және монтажын қалай істейміз, қандай приложение істейміз, соның бәрін үйренетін боламыз. Үшінші сабақта телефон арқылы объектіні қалай қатырып қоямыз. Яғни мен видео білесіздер алдында болған, бүйтіп кеткен кезде адам қатырып қояды, кітапты қатырып қоясың, любой объектіні қалай ауада қатырып қоюға болады. Біз сіздермен соны үшінші сабақта өтетін боламыз. Одан кейін төртінші сабақта видеоға сатылым әкелетін текстін бір креативті басқаша бұл уақытқа дейін ешкім қолданбаған бір стильді мен сізге үйретемін. Потому что маған ол өзіме опытпен келді, и одан кейін де мен бір рекламалар көрдім. Сол рекламалар көрген кезде маған идея келді, сол себептен мен сонда текст ойлап таптым. И соны біз сіздермен төртінші сабақта үйренетін боламыз. Одан кейін идея, креатив, оны қайдан аламыз, соны барлығын үйренеміз. Флеш эффектісін қалай істейміз, қалай жүгіреміз, оны қалай тез қыламыз, футаждарды қаяқтан көшіреміз, полностью толық соны бәрін үйренетін боламыз. Кейін алтыншы сабақ сіздерде таймлапстың түрлері болады. Яғни таймлапс білесіздер, оның түрлері өте көп, әр түрлі түрлері. Бұған дейінгі Teleport 1-де мен сіздерге таймлапстың гиперлапстан, моушн лапс деген түрлерін үйреткем. Одан кейінгі тағы да бір түрі бар. Бұған дейін әлі оны ешкім істемеген. Мен сіздерге соған оны қандай приложение істейміз және оны қалай түсіреміз, соны үйренетін боламыз. Кейін жетінші сабақта ойлап тұрмын, видео түсіру үшін ең маңызды не керек? Соны үйренетін боламын, оны бір өзім керемет бір секретім бар, құпиям бар, соны жетінші сабақта үйренетін боламыз. Кейінгісі сегізінші сабақ, бізде соңғы сабақ болады, осы Pro Max-та 8 сабақтан болады айтып сіздерге. Сегізінші сабақта біз сіздермен телефонмен киношный эффект, яғни кино картина деп айтады ғой, cinematic picture дейді ғой, cinematic деп айтады ғой, көбінесе Америка тілдерінде. Соны киношный эффектті қалай телефонмен істеуге болады. Именно осының фишкаларын мен сіздерге фишкаларын үйрететін боламын. Яғни ол жерде ең қарапайым бір момент бар, киношный эффектке айналдыру үшін. Соны біз сіздермен сол 8-ші сабақта үйренетін боламыз. Жақсы ма? Все, кеттік. Онда біз переходтың түрлерін үйренейік. Мен бірінші переходтарды мен бұдан примерно бір 6-7 ай бұрын өзім случайно Инстаграмда көріп қалам. Бір кісіні қазір мұнда оның есімі шығатын болады. Ол Falco Punch деген бір неміс жігіт. Ол осы былтыр ғана TikTok'та осындай переходтардың, яғни транзишн деген термин бар. Сол жерде переходтардың түрлері бойынша, переходтар жасау стилі бойынша TikTok'та осы кісі топ 1 болды, яғни номер 1 болды былтыр ғана. И маған сол кезде идея келді, неге осыны видеосын істеп үйренбеске, неге осыны өзім үйреніп алып, кейін осы сіздерге, студенттеріме бірге бөліспеске деген бір идея келді. И сөйтіп келе бірінші өзім түсіріп полностью үйреніп алдым. Басында маған да кішкене қиындау болды, бір-екі жерлерін түсінбедім, бірақ кейін опытпен келгеннен кейін уже мен түсіндім. Түсінікті ма? То есть мен мысалы бас жағында ол видеоны түсіру үшін менде 1 сағат уақыт кететін, ал қазір мен оны 5 минутта істей аламын. То есть монтажында 5 минутта істей аламын, түсіруінде 5 минутта істеймін. Сонда сізде 10 минутта уже сондай стильда сізде бір переходтар пайда болады. Мен қазір мұнда бір запись экранын қосып қоямын, мен онда экран шығатын болады, и сіздер сол жерден көрсеңіздер болады. Жақсы ма? Так. Микрофонды қосып қойық. Кетті. Все, шықты деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мына жерде міне TikTok'қа кіреміз, аккаунтымды жазып алыңыздар. Мынау менің TikTok'тағы менің парақшам. Мына жерде менің подписка бөліміне кірсеңіздер, осы жерде қазір екі кісіні көрсетемін, переходтың түрлерін істейтін. Осыған қарап, біз сіздермен осы Pro Max сабағында, бірінші сабақта соның түрлерін полностью разбирать етеміз. Например, бірінші Falco Punch деген бағанағы айтқан кісіні кіреміз. Мына оны даже галочка алып алған. Ойлаңыз, TikTok'та 9,4 миллион подписчигі бар. Яғни мен идеяны қақтыламын, мен идеяны осы TikTok'та ақтарып, Instagram'да ақтару арқылы маған көптеген идеялар келеді.
Енді мына жерде давайте любой бір видеосын алайық. Ну, например, мына видеоны көрейік. Все, көрдік па? Келесі видеосын көрейік. Например, мынандай. Көрдіңіздер ме? Қаншама переходтың түрлері бар, қанша переходтың түрлері бар. Яғни ол қалай істейді? Ол бірінші телефоннан шығарады. Одан кейін бір қағаз болады, қағазды жасап алады. То есть телефоннан шығару ол бір переходтың түрі. Одан кейін барып қағаздың бетіне шығару, яғни ол какой-то соны алады да қағаздың бетіне шығару, ол екінші переходтың түрі. Одан кейін барып ол қолмен жасайды. Мысалы, экран бет ұстап тұрған кезінде былай бір жабады, түсіріп алады. Одан кейін басқа локацияға барды. Қайтадан тура осыны қайталаған кезде ол басқа локацияда болады. Бұл үшінші переходтың түрі болады. Одан кейін көбінесе ол тоже аяқ киімдермен көп переход жасайды. То есть кез келген экранда жауып қалатын любой зат алатын болсақ, оның барлығы уже переходқа жатады. Мен осыған дейін барлық өзімнің курстарымда айтамын, сабақтарда айтамын. Видеолиптағы жаңағындай приложениеда болатын переходтарды қолданатын болсаңыздар, ол сіздердің видеоларыңыз өте төмен сапада екенін білдіреді. То есть онда автоматты переходтарды қолданбау керек бізге. Біз тек қана өзіміз ручной істеген переходты қолданамыз. Жақсы ма? Мен сіздерге осы переходтарды үйретемін. Яғни біздің осы Teleport Pro Max сабағымыз ең бірінші осындай переходтар, яғни transition деген мағынаны білдіреді. Ағылшынша transition дейді. Осы переходтарға біз арнаймыз полностью, потому что қазіргі уақытта бұрынғыдай там продающий стористерде там говорящий голова дейді, ашын бір адам сөйлейді де бүйтіп түсіріп тұратын стористар, ондай уже болды, трендтан жай кетіп барды, потому что ондай видео стористар таргетте өте көп болғандықтан, оның ішінен бүйтіп атылып шығып, сіздің видеоңыз ерекше болу үшін обычный говорящий голова ретінде сторис түсіру, жаңағы таргетке реклама түсіру, ол уже трендта емес. И мен соны түсіндім да, осы менің видеом басқа адамдардікіне ерекше болу үшін маған сондай бір стиль керек болды да, мен осы Falco Punch'ның стилін таңдап алдым. Түсінікті ма? Мынау қазір TikTok'та ойланыш номер 1 переход бойынша. Тағы да басқа қыз балалар бар, которые біз Қазақстанда емес шетелде жүрген. Солар да мықты переход жасайды. Бірақ маған ең ұнаған осы кісінікі болғаннан кейін мен осының переходтарын қайталағандықтан мен сіздерге именно осыны үйреткім келіп отыр да, қалай істейтін туралы. Түсінікті ма? Кетіп дальше көрейік. Тағы да бар екінші адам бар. Ол Петти Херон деп атайды, мына кісі мені. Бұда 171 мың подписчигі бар. Алдындағы көрсеңіздер, мен Арман Мырза бүйтіп ұшып тұрады ғой, ауада ұшып тұрған переходтар бар ғой. Ұшып тұрады, там столдың үстінде бір нәрсе пульттар ұшады. Оны мен осы видеодан қарап жасадым. Ол мынау видеосы мені қазір көрсетейін. Мынау видеосын қараңыздар. Ары қарай өзі кете береді. Анау бесконечно кете береді. Яғни байқадыңыз, ең басында камера қойып қойды. Камераның басында аяқ киім тұрады. Фук алды, аяқ киім ұшып кетті. Дальше ана движениесінің бәрі өзі істеп жатыр. Ана жерде бір адам ұшып жүр, бір адам артынан келіп фук деп келіп жатыр. Одан кейін столдың үстінде тұрған пульттар былай көтеріліп жатыр. Осының барлығын мен полностью мынаған қарадым да, бүйтіп запись экран істеп алып, қарадым да и көшіріп алдым. Мынаны қазір мен көшіріп көрейінші, давайте. Мынаны мен қазір көшіріп алайын. Мынаны сақтауға болады, болмай мына сохранить видео деген бар екен. Все, сақтап алдым. Бір жақсы мынаны сақтап аласында, ал Falco Punch'тың видеоларын бұныкі сақтай алмайсың. Мысалы, мынаған кіретін болсақ, қараңыздар. Тағы да бір нәрсе топ. Идея да, фотоған оны. Мынаны біз сақтамыз, тек қана избіріне сақтауға болады. Көрдіңіздер ма? Мынау енді сондай кісі енді. Бірақ любой видеосын алсаңыздар, давайте тағы да бір екі видеосын көрсетейін сіздерге. Мықты тренд болып жатқан видеолардың бірі. Алдында мысалы біз Мобармида, Мобиловта армиясында мына видеоны қайталадық біз. Толық. Енді мен видеоны көрсетейін осыны жасаған. Оны өздеріңізде көрдіңіздер. Так, Teleport Pro Max, ол мынау мені.
Достар, түсінікті ма? Переходтың түрлері, тағы да бір қайталаймын. Переходтың түрлері, яғни ол телефоннан былай шығады экраннан. Қазір оны бізге екінші сабақта соны қалай түсіреміз, және қалай монтажын үйрететін боламын. Пока асықпаңыздар. Барлығы өзі бит очерттен келеді. Ол бір переходтың түрі. Екінші түрі ол қолмен жабады, қолмен ашады. Екінші, үшінші түрі қолдың орнына любой нәрсені қолданады. Аяқ киім, шапка, кепка, панамка, там худидің там толстовканың капюшондары, былай, любой затты қолдана береді. Сондай переходтың түрлері бар. То есть бұл жерде ойлап тауым енді өте көп, мынанды бүйтіп былай бүйтіп тұрады да, бүйтіп аш жіберіп қайтадан кіріп алып жібереді мысалы ше. Енді өте көп переходтың түрлері қарай беретін болсақ. Тағы да бір видео көрсетейін. Мысалы, мына видео бар, міне алдында көргенсіздер. Как раз міне осы телекинез сабағын біз сіздермен үшінші сабақ өтеміз бұл видеоны. Міне мына жерде тоже қайтадан переход кетті. Түсінікті ма? И дальше надо уже мынандай видеолар кетеді, міне телефоннан кете беретін болады. Все. Түсінікті болды деп ойлаймын. Мүмкін арман мазаға түсірген сабақ видео бар. Мына көрсеңіздер болады. Міне бағана айтқаным, Осы видеода менде ақпарат өте көп болды. Кетті. И дальше мне уже мен қайтадан переход алып келемін. Осының бәрін біз сіздермен қазір екінші сабақта жасап, сіздермен үйренетін боламыз. Тік деп. Все. Түсінікті болды деп ойлаймын, достар. Потому что менде қазір трендта жүрген, ойланышы мен алдында осы видеоны Айжұлдыз ханымға жасап бердім. Осындай переходтармен. И сол кезде сол кісінің CTR деген енді мүмкін кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. CTR деген ол сіз видеоңызды таргетке рекламаға жіберген кезінде, егер сіздің CTR-ыңыздың показателі, яғни көрсеткіші 1%-тен жоғары болатын болса, яғни сіздің таргетіңіз ақталды және ол сізге пайда келеді деген сөз. Егер де 1%-тен төмен болатын болса, 0,5, 0,7, 0,6 болатын болса, онда сіздің таргетке жіберген суммаңыз, ертең сатып алатын товарыңыздан келген табысыңыз таргетке жіберген суммадан өте төмен болады. Яғни ол ақтамайды да, ол шығынға кетеді. Сол кезде Айжұлдыз ханымға істеген менің видеоларым ол 4, 4,5, 5 болды. Одан кейін Динара ханымға эксперт бар бізде жаңадан келген. Ол кісіге тоже жасадым, оның CTR 6 болды. Мен де өзім жасадым кеше, өзіме видеолардың переходтарды. Оның бәрі таргет кетіп жатыр. Қазір сіздер көрген рекламалар бар, сіздер мен вебинарыма қатысыңыздар онлайн сабақта. Сол жерде болған барлығы, сол жерде бүкіл сол CTR-да болған жаңағындай таргет кеткен видеолардың барлығында CTR менде 3-тен түскен жоқ. Яғни 3 деген показательден төмен түскен жоқ. Егер де сіздер де өздеріңіздің бизнесіңіз бар болса, егер де әлі жоқ болса, бірақ біреуге проект ретінде алатын болсаңыз, осындай переходтарды қолдану арқылы сіздер де өздеріңіздің жаңағындай тауарларыңызды қымбат бағаға сатуға болады. Яғни CTR жоғары, бірден жоғары болса болды. Яғни сіз уже табыста, прибыльдасыз да, былай айтқанда шығын, мынау шығын болса, табысыңыз жоғары болады. Яғни сіз жағында бір прибыль қалады, пайда қалады деген сөз. Түсінікті ма? Ал достар, ендеше давайте онда келесі сабақта жолыққанша, екінші сабақта біз сіздермен жаңағындай айтқан бүкіл переходтарды телефонмен жасап, ағарай соны монтажы жасаймыз, қандай приложение керек, соның бәрін сіздермен қайталайтын боламыз. Ендеше давай екінші сабақта жолыққанша.